Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын қызыл ірімшік жасаймыз. Енді қолдың қызыл ірімшігіне еш нәрсе жетпейді ғой. Магазина, базарларда обраттан жасайды, ал біз сіздермен бүгін домашний сүтпен жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай қолдың сүті қажет. Менде 5 литр. Кеңесім осындай алюминиевый ыдысқа жасағандарыңыз дұрыс болады. Андай стальной болатын болса, пах-пах етіп атылады, мынау қайнаған кезде. Сол үшін алюминий дұрыс. Толығымен қайнатамыз, міне көрдіңіздер ғой. Полностью қайнау керек, ысыған емес. Артынан осындай магнумдарда сатылады, мынандай амиран деген сыворотка. 1 литрі 2-3 теңге тұратын шығар. Осының 2 литрін қосамыз. 5 литр сүтке 2 литр амиран сывороткасын қосамыз. Сары су ғой. Қосқаннан кейін бірден осылайынан бұлт сияқты болып қатып қалады. Бетінде үлкен слой болып шығады. Отымыз айтпақшы басында қатты тұрады. Сүтіміз қайнағанша сөйтіп сыворотканы қойғаннан кейін кішкене астын орташа деңгейге қойып қоямыз. Астындағы сары суымыз қайнап, бетіне осылай вулкан сияқты болып шыға бастайды. Бетіндегі бізде болашақ қызыл ірімшігіміз, астындағы сары суымыз. Енді бізге осы сары суымыздың тартылуы қажет. Газдың асты максимальный отта тұруы қажет. Міне осылайынан қатты қайнап сары суымыз бөлінді. Кішкене процесс тезірек жүріп, сары суымыз тезірек тартылуы үшін осылай ожаумен бір 7-8 ожаудай сары суды алып тастадым. Алмасаңыздар да болады, күтсеңіздер де болады әрине, бірақ мен осы жолы алып тастауды шештім. Осы уақытқа дейін негізі алмай, өзінің полностью сары суы впитация етіп, өзі тартылғанын күтетін едім. Осы жолы кішкене уақыт тапшылығы болғандықтан сары суын алып тастадым. Міне болды, енді сары судың өзі қайнап тартылуын күтетін боламыз. Ол үшін бізге 1-2 сағат қажет. Айтпақшы, крышкасын жаппай қайнатамыз. Міне сары суымыз тартылған кезде ірімшіктеріміз сарғайып бастайды. Оттың астын қаттырақ қойып қоямыз. Менде максимальныйда тұр, тезірек суы тартылуы үшін. Ары қарай суы міне біраз тартылып кеткен көрдіңіздер ғой, үстінде ірімшіктер қалды. Осылай ірімшіктеріміз сарғайған кезде қантымызды қосып, әдемілеп араластырамыз. Қантты қосқаннан кейін ірімшіктеріміз одан сайын әдемі болып сарғайып бастап, суы тезірек тартылып кетеді. Міне суымыз тартылды, ірімшіктеріміз сарғайды. Демек, ірімшіктеріміз дайын деген сөз. Дәмін көресіздер, сахарын көресіздер. Сіздерге қалай қатты тәтті керек па, қатты тәтті емес керек па, өздеріңіз регулировать етесіздер. Бірақ мен астына рецептін жазып қойдым. Осылайынан мен ет табаққа барлық ірімшіктерді түсіріп алдым да, тек суыта салдым. Сіздер өз қалауларыңызша формаға келтіріп суытсаңыздар да болады, сонда столға кесіп қоюға болады. Толық суығаннан кейін холодильникке қоямыз. Ұзақ сақтағыларыңыз келсе, морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Міне керемет қызыл ірімшігіміз дайын. Енді дәмі деген тіл үйіретін өте керемет болып шығады. Бұны жеген де арманда, жемеген де арманда, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастархандарыңызда әдемі вид та береді, және де қонақтарыңыз да мақтап таусып кететіндеріне сенімдімін. Ірімшігім ұнаған болса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.